қабыл алыңыздар. Бұл бейне сабақтың тақырыбы электр станциялардың күштік электр жабдықтары. Бұл сабақтың барысында біздер жалпы электр жабдықтарына ұғымына анықтама береміз, және де электр станцияларында қандай электр жабдықтар кездеседі, сол туралы өтеміз, және де әрбір электр жабдығына жеке-жеке тоқталамыз. Күштік электр жабдығы бұл электр энергиясын қабылдауға, есепке алуға және таратуға арналған құрылғылар. Электр энергиясын басқаруды және оны бақылауға қамтамасыз ететін жабдықтар. Осы электр станцияларында күштік электр жабдықтардың келесідей түрлері кездеседі: генераторлар, күштік ажыратқыштар, айырғыштар, күштік трансформаторлар және де өлшеуіш трансформаторлар. Өлшеуіш трансформаторлардың өзі екі түрі болады: ток трансформаторы, кернеу трансформаторы. Енді осыларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, ең бірінші біздерде генераторлар. Генератор қандай да бір түрдегі энергияны электроэнергиясына түрлендіретін құрылғы. Суретте бізде айнымалы ток генераторы бейнеленген. Жалпы осы генераторлардың ішінде ең көп қолданылатын генераторлар бұл синхронды генераторлар. Электр станцияларының 80%-дай электр энергиясын өндіруге қолданылатын генераторлар болып табылады. Осы синхронды генераторлардың құрылысына келетін болсақ, бірінші бізде қозғалмайтын бөлігі статор, екінші ротордың полюстері, үшінші якордың, яғни статордың орамасы, төртінші қоздыру орамасы, бесінші контактілі сақина. Енді генераторлардың түрлеріне тоқтала кетейік. Турбинаның түрі бойынша генераторлар турбогенераторлар және гидрогенераторлар болып бөлінеді. Мына жерде суреті де тұр, міне турбогенераторымыз, біздің гидрогенераторымыз. Келесі салқындату тәсілі бойынша беттік, жергілікті, аралас болып бөлінеді. Ал салқындату әдісі бойынша ауалы, сутегімен салқындататын, дистелденген сумен салқындататын және трансформаторлық май арқылы салқындатылатын болып бөлінеді. Келесі генератордың конструкциясы. Жаңа құрылысында айтып кеткеніміздегідей, бұл да қозғалмайтын бөлігі статор, қозғалмалы бөлігі ротор, корпусы осы генератордың, және де қосымша механизм турбина, щеткалары және де қоздырушы орамасынан тұрады. Енді біздің келесі электр жабдығымыз бұл күштік трансформаторлар. Күштік трансформаторлар бір кернеудің айнымалы тогын сол жиіліктегі басқа кернеудің айнымалы тогына түрлендіруге арналған құрылғы. Яғни біздерде кернеуді түрлендіруге арналған құрылғы. Күштік трансформаторлардың құрылысы бірінші және екінші реттік орамадан және де магнит өткізгіштен құралған. Бұл жердегі формула бізге күштік трансформатордың жұмыс істеу принципін сипаттайды. Жұмыс істеу принципіне келетін болсақ, егер бірінші реттік ораманы айнымалы кернеу көзіне қоссақ, осы бірінші реттік орамада айнымалы ток пайда болады. Бұл айнымалы ток айнымалы магнит ағынын туындатады. Бұл айнымалы магнит ағыны магнит өткізгіш арқылы жүріп, екінші реттік орамаға келгенде, екінші реттік орамада өзара индукция туындайды да, осының әсерінен екінші реттік орамада электроқозғаушы күші пайда болады. Егер екінші реттік орамамыздың ұштарына жүктеме қосылған болса, онда екінші реттік орамада айнымалы ток пайда болады. Бұл жерде К деп тұрғанымыз біздің трансформациялау коэффициенті. Ол бірінші және екінші реттік орамадағы электроқозғаушы күштерінің қатынасына, немесе бірінші реттік және екінші реттік орамадағы орам сандарының қатынасына тең. Бұл суретке қарап ойланыңыздаршы, бірінші реттік орама көптеу, екінші реттік орама аздау.
Бұл бізде жоғарылатқыш трансформатор ма, әлде төмендеткіш трансформатор ма? Яғни бізде бұл төмендеткіш трансформатор болып табылады. Себебі бірінші реттік орамасы көпте, екінші реттік орамасы аз. Енді осы трансформаторлардың түрлері. Мақсаты бойынша трансформаторлар төмендеткіш және жоғарылатқыш. Қуаты бойынша 0,4 киловаттан жоғары және 500 киловаттқа дейін. Фаза саны бойынша бір фазалы және үш фазалы. Салқындату әдісі бойынша құрғақ және майлы. Бұл жерде трансформаторлардың түрлерінің суреті бейнеленген. Бұл бізде құрғақ трансформатор, 110 киловольтқа арналған майлы трансформатор, 0,4 киловольтқа арналған майлы трансформатор, 35 киловольтқа арналған майлы трансформатор. Өлшеуіш ток трансформаторы. Ток трансформаторы өлшеу құралдарына ақпарат беруге арналған құрылғы. Бұл стандартты аспаптармен өлшеу үшін токты түрлендіреді. Яғни бізде токты номиналды 5 амперге дейін және де 1 амперге дейін түсіреді. Осы екінші реттік орамаға біздің өлшеуіш құрылғыларымыз жалғанады. Ток трансформаторының құрылысы. Бізде ток трансформаторының қосылу сұлбасы бейнеленген. Көріп тұрғандарыңыздағыдай ток трансформаторы тізбекте жалғанады. Және де мына жерде ескерте кететін тағы бір мәселе, ток трансформаторының екінші реттік орамасы міндетті түрде жерге тұйықталған болады. Келесі біздің электр жабдығымыз бұл кернеу трансформаторы. Кернеу трансформаторы жоғары кернеуді төмендетуге арналған құрылғы. Оларды қолдану жоғары кернеуде өлшеу үшін стандартты өлшеу құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді. Ол суретте кернеу трансформаторының қосылу сұлбасы бейнеленген. Кернеу трансформаторы тізбекте параллель жалғанады, және де кернеу трансформаторының да екінші реттік орамасы міндетті түрде жермен тұйықталған болып табылады. Күштік ажыратқыштар. Күштік ажыратқыштар бұл тізбекте токты қосуға және ажыратуға арналған электр қондырғыларындағы аппарат. Күштік ажыратқыштардың негізгі түрлері құрылғының жұмыс істеу принципі бойынша газды, вакуумды, ауалы, майлы және электромагнитті болып бөлінеді. Бұл жерде газды және вакуумды, тағы да майлы трансформатордың суреттері бейнеленген. Доға сөндіргіш құрылғының орналасуы бойынша бакты немесе колонналық болып тағы да екі түрге бөлінеді. Біздің келесі күштік электр жабдықтарымыздың бір түріне айырғыштар жатады. Айырғыш жүктеме тогы жоқ электр тізбектерінің учаскелерін ажыратуға және кернеуге қосуға арналған жоғары кернеулі аппарат болып табылады. Яғни кернеуі жоқ кездерде айырғыш арқылы тізбектерді қосамыз немесе ажыратамыз. Айырғыштардың түрлеріне келетін болсақ, полюс саны бойынша бір полюсты және үш полюсты болып, орнатылуы бойынша сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Бұл жерде бізде үш полюсты ішкі және бір полюсты ішкі орнатылуға арналған айырғыштар бейнеленген. Бұл суретте біздер сыртқы орнатылымға арналған айырғыштарды көре аламыз.
Осымен біздің сабағымыз тамамдалды. Бұл сабақта біздер электр станцияларындағы күштік электр жабдықтары туралы айтқан болатынбыз. Соның ішінде генераторлар, трансформаторлар, өлшеуіш трансформаторлар, яғни ток трансформаторы мен кернеу трансформаторы, күштік ажыратқыштар мен айырғыштар туралы жеке-жеке тоқталып өттік. Бәрі түсінікті болды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.